Достар сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, қарапайым заттардан тұратын сникерс пирогын дайындайтын боламыз. Сникерс пирогын қарапайым үйдегі бар заттармен дайындауға болады. Ең алдымен жұмыртқаны саламыз. Одан соң сары майды ертіп аламыз да, сары майды құямыз, қант саламыз, сосын венчикпен жақсылап араластырамыз. Мен какао мен қопсытқышты бірге қосып салдым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, енді осы екеуін араластырамыз. Одан соң ұнымызға қосып тағы араластырамыз. Содан соң екі бөлікке бөліп, жаңа дайындаған құмаға салып, араластырып шығамыз. Оның екінші бөлігін салғаннан кейін қолымызбен қамырын илеп, осындай қолға жабыспайтындай қамыр болу керек. 20 сантиметрлі формаға астына пергамент қағазын төсеп, қамырдың кішкене бөлігін алып қалыңыздар. Көп бөлігін осылай видеода көрсетілгенде қолымызбен әдемілеп қойып шығамыз. Қамырдың кішкене бөлігімен пирогтың шет-шетіне бортиктарды жасаймыз. Енді пирогтың салмасын дайындайтын боламыз. Қайнатылған сгущенка, яғни вареная сгущенка, оған арахисті қосып араластырамыз. Толық рецептісін описанияға жазамын, сол жерден қараңыздар. Енді тессаның ішіне салманы әдемілеп салып шығамыз, одан соң пеште пісіріп аламыз. Пирог піскен соң 2 сағат бөлме температурасында тұру керек, толықтай суу керек. Одан соң шоколадты массаға арахисті қосып араластырамыз. Суыған пирогтың үстіне осы шоколадты массамызды құятын боламыз. Міне арахис қосылған шоколадты массаны суыған пирогтың үстіне құйдым. Енді осы пирогты мұздатқышқа 2 сағатқа қойып қоямыз. Міне қыздар, өте қарапайым заттардан тұратын сникерс пирогымыз дайын болды. Менің қонақтарыма қатты ұнады, сіздер де жасап көріңіздер. Және де менің каналымда көптеген тағамдардың рецептері бар. Келесі видеоны көру үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Көп рахмет.